Сәлем достарым, бүгін сіздермен бір өте жақсы лайфхакпен бөліскім келіп тұр. Қалай мен балаларымнан керексіз приложенияларды жасырамын. Мынау міне біздің рабочий экран общий. Ең аяқ жағына барғанда міне бәрі шығады. Соның ең астында скрытые деген папка тұр, иә. Соған біз қазір приложенияны жасыратын боламыз. Бірінші алып тастайтын приложенияны табамыз. Міне мысалы YouTube. Но менде біреуі взрослый YouTube, екіншісі детский YouTube. Детскийде тек қана детский мультиктер көрсетеді. Енді YouTube'ты басып ұстап тұрамыз. Требовать Face ID дейді. Соны басамыз. Скрыть и требовать Face ID дегенді басамыз. Скрыть приложение. Болды, кетіп қалды, көрдіңіздер ме? Ол мұнда түсті. Енді осыны ашу үшін біз жай ғана басамыз. Сіздің түріңізбен ашылды, немесе танымай қалса код жазасыздар. Код арқылы кіре бересіздер.